Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге 5 минутта дайын болатын қызылшадан 2 түрлі салат дайындаймыз. Салатымыз өте дәмді және пайдалы, дәруменге бай салаттар. Құрамы да өте қарапайым. Ал енді бастайық. Бірінші салатымыз майонезбен болады. Ол үшін бізге 1 дана суға піскен қызылша, 2 дана суға піскен жұмыртқа, 1 тұздалған қияр және майонез қажет. Ең алдымен суға піскен қызылшамызды тазалап, оны турап бастаймыз. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Мен одан да көп видео салуға тырысатын боламын. Келесі видеоларды бірінші болып көру үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қызылшаны 4 бұрыштап тураймыз. Турап алдық, енді оны шұңғылдау ыдысымызға саламыз. Бұдан соң тұздалған қиярымызды тураймыз. Оны да 4 бұрыштап турап аламыз. Менің каналыма кіріп қарасаңыздар, басқа да салаттың түрлері бар. Кіріп, қарап көрсеңіздер болады. Қиярымызды турап алдық, оны да ыдысымызға саламыз. Суға піскен 2 жұмыртқаны тазалап, оны да 4 бұрыштап турап аламыз. Жұмыртқаларды туратып болдық, оны да ыдысымызға саламыз. Бір жарым қасықтай майонез саламыз. Жақсылап араластырамыз. Тұз саламыз. Мөлшерін өз қалауыңызша салсаңыздар болады. Бірінші салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ал енді екінші салатымызды жасауға кірісейік. Осындай өте дәмді қаймақпен салат. Ол үшін бізге суға піскен қызылша 1 дана, 80 грамм мейіз және 80 грамм грек жаңғағы қажет. Және де қаймақ. Ең алдымен суға піскен қызылшаны тазалап, оны қырғыштан өткіземіз. Енді грек жаңғағын осылай пышақпен бірнеше бөліктерге бөлемін. Қатты майдаламаймын. Осындай бөліктерге бөлемін. Грек жаңғағының бірнеше данасын безендіру үшін алып қаламын. Барлығын турап болдық. Енді ыдысымызда тұрған қызылшаға жаңғағын саламыз, мейіз саламыз, 1 жарым ас қасық қаймақ саламыз. Және де жақсылап араластырамыз. Мінекей осындай өте дәмді, пайдалы, дәруменге бай салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әсіресе қазіргі күз мезгілінде осындай дәруменге бай, пайдалы салаттарды жасап жеп жүріңіздер. Манағы алып қалған грек жаңғағымен осылай әсемдейміз. Тез әрі оңай осындай қызылшадан 2 түрлі салат жасадық. Өте керемет, дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Баршаңызға сәттілік.